Аудан прокуратурасының үйлестіруімен жергілікті патрульдік полиция қызметкерлерімен бірлескен түрде жол көлік оқиғаларының алдын алу және екі дөңгелекті көлік құралдарын қауіпсіз жүргізу қозғалысы ережелерін сақтау мәселесі бойынша рейдтік іс-шара өткізілді. Жол жүрісі дұрыс жүріп, сақ болуды талап етеді. Аудан аумағында өткен жылмен салыстырғанда жол көлік оқиғасы 51%-ға, жарақат алғандардың үлесі 61%-ға артқан. Қазіргі таңда жол көлік оқиғаларының жиілеуі қайғылы жағдайларға алып келіп соғуда. Сондықтан жылдамдықты асырмай, жол ережесін қатаң сақтауға, көлік тізгіндеген адам өзінің өміріне ғана емес, көлік ішіндегі адамдардың тағдырына да жауапты екенін ұмытпаған жөн.